Сәлем қыздар, бүгін сіздермен медовик тортын дайындаймыз. Ең алдымен бізге табиғи бал қажет болады. Балымызды алып ыдысқа салып отқа қоямыз. Ери бастаған уақытта 2 шай қасық сода саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай қоңырқай түске ене бастаған уақытта сары май салып жібереміз. Сары май ерігеннен кейін шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз шекер ерігенше. Оттан аламыз, жұмыртқамызды саламыз, тез араластырамыз, жұмыртқа пісіп қалмауы қажет. Енді кезекте ұнымызды қосып, жұмсақ, қаймақ сияқты тесто шығарамыз. Біз оқтаумен жаймаймыз, сондықтан осындай қаймақ сияқты тесто болған уақытта жасай береміз. Енді арнайы пергамент қағазын төсеп пісіріп аламыз. Осылайынан 3 ас қасықтан салсаңыздар болады. Жақсылап тегістеп жайып шығасыздар. Мен 22 диаметр формада пісіріп жатырмын. Осылайынан духовкаға қызып тұрған 180 градусқа салып пісіріп аласыздар. Демде піседі, қарап тұрсаңыздар. Неге осылай бәрін жағып пісіріп аласыздар? Сонда біздің тестамыз бір күн тұрмаса да өте жұмсақ болып пісетін болады. Мінекей, бұдан да қатты қалың болғанын қаласаңыздар, 4 ас қасықтан немесе 5 ас қасықтан салсаңыздар болады. Менде 7-8 көжек шықты осындай. Крем салғаннан кейін өз кішкене сінеді ғой. Енді кремне келсек, сливки және де сахарный пудраны жақсылап араластырамыз. Аз ғана сгущенка қосамыз. Яғни қойлатылған сүт. Менде көрінбей қалған видеода. Осымен енді біздің креміміз дайын. Енді торттарымызды жинаймыз. Әр көжекқа 2 ас қасық кремнен сала отырып жағып шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Сыртына үгітіп, өзінің үгіт үндісін жақсаңыздар болады. Немесе осындай крошкамен сәнесеңіздер болады.